Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен осындай 15 минутта дайындалатын пицца жасайтын боламыз. Ол үшін ең алдымен айранға жұмыртқа, тұз, қант және ас содасын қосып араластырамыз. Соңында 3 ас қасық сұйық май қосып араластырамыз. Ұнды осылай бөліп сала отырып, жұмсақ қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа қойып қоямыз. 30 минуттан кейін алып, қамырымызды жая беруге болады. Қамырды екіге бөліп, 2 пицца жасауға да болады, бірақ мен бүгін үлкен қалың бір пицца болғанын қаладым. Қамырымызды осылай кішкене жайып аламыз, одан кейін май жағылған формаға қамырымызды салып, қолмен форма шығарамыз. Соус ретінде қамырдың бетіне кетчуп пен майонезді осылай жағып шығамын. Көбірек істесеңіздер де болады, сол кезде қамыр жұмсақ әрі дәмді болып шығады. Салмасына кез келген нәрсені салсаңыз болады. Менде бүгін шұжық және қияр қостым, және үстіне осылай үкіштен өткізілген сырды сеуіп шығамын. Сыр көп болғаны дұрыс, сол кезде пиццамыз өте дәмді әрі созылмалы болып шығады. Пиццамызды қызып тұрған пеште 200 градуста 15 минутта пісіріп аламыз. Бұл өте тез жасалатын пицца, сондықтан барлықтарыңызға жасап көруге кеңес беремін. Соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Баршаңызға ас болсын, және каналға тіркелуді ұмытпаңыз.